Енді қазір сіздермен жалпы функция туралы бір қайталап өтейік. Бізде қандай да бір fx деген функциямыз берілген десек, міне көріп отырғандарыңыздай, мынау бізде f деген функциямыз. Бұл функция, мына x ол бізде функцияны қабылдайтын мәні, яғни бұл функциямыздың анықталу облысы деп аталады. Ал енді осы x-ті қабылдауына байланысты бұның мәні болады ғой, яғни оны fx деп белгілейміз, ал бұл бізде мәндер жиыны деп аталады. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, мына x-ті біз функцияның анықталу облысы деп атайды екенбіз. Енді осы функцияның анықталу облысына байланысты бірнеше мысалдарымызды қарастырайық. Бізге мынадай бір fx деген функция берілсін. fx ол тең 2 бөлінген x екен. Яғни біз мына fx деген функциямызды құрып алдық, ол 2-нің x-қа қатынасы екен. Енді мен осының мәндерін есептейтін болсам, ең бірінші осы 3-тегі мәнін есептегім келіп отыр. Яғни ол нені білдіреді? Сонда мына fx деген функциямызға 3-ті енгізетін болсақ, онда оның мәні неге тең деген сұрақ қой. Онда мен соған тоқталып өтейін. Міне f3, яғни x-іміз 3-ке тең болса, онда ол f3-ті тап деген сөз, f-тің 3-тегі мәні. Ал ол 2, x-тің орнына 3-ті қойып шығамыз, сонда 2 бөлінген 3-ке тең екен. Демек, онда мына fx деген функциясының 3-тегі мәні ол 3-тен 2-ге тең екен. Ал енді мен келесі сонда пи-дағы мәнін есептегім келіп отыр. Ол пи деп отырғанымыз, яғни жуықтап алатын болсақ, 3,14-ке тең ғой. Сонымен онда оның мәні көріп отырғандарыңыздай, x-тің орнына пиді қоямыз, сонда ол 2 бөлінген пиға тең екен. Ал енді осы жерден сәл шартымызды қызықтырақ қылып өзгертейін. Онда мен бұның 0-дегі мәнін есептегім келіп отыр, осы fx деген функциямның. Онда біз осы жерде ойланамыз енді. 0. Мына x-тің орнына 0-ді қоямыз, 2-ні 0-ге бөлеміз. Әрине бізде санды 0-ге бөлуге болмайды ғой, өйткені санды 0-ге бөлетін болсақ, ол бізде қандай? Анықталмағандық. Демек, онда бұл функцияның анықталу облысы, яғни мына жерден анықталу облысын жазып қояйық. Анықталу облысы. Ол неге тең екен? Яғни x тиісті r, бұл жердегі r деп отырғанымыз барлық нақты сандар жиыны, тек қана бір ғана шартымыз орындалу керек, ол қандай? X қандай? 0-ге тең емес деген. Сонда мына 0-ден басқа кез келген санды беретін болсақ, мына fx деген функциямыз бізде анықталады екен. Ал сонымен, енді мына анықталу облысының анықтамасын жазатын болсақ, ол бізде қалай екен? Мына жерге жазайын. Яғни мына функциямыздың анықталу облысы деп отырғанымыз, анықталу облысы дегеніміз, мына y тең fx деген функцияның, яғни мына y тең fx-тің мағынасы болатын, x-тің мағынасы болатын, мағынасы бар болатын x-тердің жиыны екен. X-тердің жиыны. Сонда міне берілген функцияның анықталу облысы дегеніміз, яғни мына y тең fx-тің мағынасы бар болатын x-тердің жиыны екен. Сонда көріп отырғандарыңыздай мына fx деген функциямыздың мағынасы қай кезде жоқ? Ол 0-ге тең болса, онда оның мағынасы болмайды екен. Ал жақсы, онда келесі gy деген функциямызға тоқталайық. Бізде gy деген функциямыз берілген. Ол мынадай түрде екен. Y азайтылған 6 түбірдің астында екен. Онда бұл деген схеманы арқылы садалатын болсақ, яғни мына жерден y-ті енгізетін болсақ, мына gy деген функциямыз оған, яғни мына есептеулерді есептеп, оған сәйкес мына gy деген оның мәнін шығарып беру керек қой. Демек, онда бұл түбір астында тұрғандықтан, оның анықталу облысы бізде қандай? Y минус 6 үлкен не тең 0 болады. Өйткені түбірдің астынан бізде теріс санды қабылдай алмайды. Ең кемінде 0-ге ғана тең бола алады. Сол үшін міне y минус 6 үлкен не тең 0 деген теңсіздікті шешеді екенбіз. Ал енді мына минус 6-ны теңсіздіктің оң жағына өткізетін болсақ, онда y үлкен не тең 6-ға тең екен. Демек, онда бұның анықталу облысын жазайық міне. Мұнда анықталу облысы, Бұл неге тең екен? Сонда бұның анықталу облысы деп отырғанымыз, мынау x тиісті r, яғни енді шартымыз жазамыз. Бұл жердегі x тиісті r деп отырғанымыз, яғни x кез келген санды қабылдай алады. Кешіріңіздер, x деппін ғой, мұнда y болады міне. Қазір мынаны дұрыстайын, мына жер x емес y болады бізде. Өйткені бізде мына g деген функциямыз y-тен тәуелді ғой. Сонымен y r-ға тиісті екен. Енді r-ға тиісті, бірақ тағы қандай қосымша шартымыз бар? Ол үлкен не тең 6 болу керек қой. Демек, онда сол шартымызды жазамыз міне. Үлкен не тең 6 болатын. Яғни мына gy деген функцияның анықталу облысы 6-тан үлкен болатын кез келген нақты сан екен. Ал енді ең соңғысы
бізде мынадай бір hx деген функция берілген екен. Соны жазайын. Міне hx деген функциямыз берілген. Ол енді мынадай түрде анықталсын. Ол 1-ге тең екен, егер x-тің мәні пи-ға тең болса. Ал ол 0-ге тең екен, егер x-тің мәні 3-ге тең болса. Ал x-тің басқа кездегі мәні туралы ешқандай ақпарат айтылмаған бізде. Демек, онда мен h-тың пи-дағы мәнін есептегім келіп отыр. Мұнда жазайын. Сонда h пи. Яғни бізде x-міз пи-ға тең болса, онда мына hx деген функцияның мәні нешеге тең екен? Көріп отырғандарыңыздай 1-ге тең екен. Ал енді ондай болса, мына жақтан онда h-тың мен 3-тегі мәнін есептегім келіп отыр. Онда мен мына x-ті 3-ге теңестіретін болсақ, өйткені көріп отырғандарыңыздай, мына h деген функциямыздың мәні 3-ге тең деп тұр ғой, x-ті. Ал енді осының мәні сонда hx ол 0-ге тең екен бұл кезде. Ал енді осы 3 және пи деген сандардан басқа бір санды алатын болса, мысалы h-тың біз 2-дегі мәнін есептегіміз келіп тұр. Онда біз бұны білмейміз, 2-дегі мәні неге тең болатын. Өйткені ол мына функциямыз 2-дегі мәні анықталмаған ғой. Демек, онда бұл 2 мына функциямыздың анықталу облысына кірмейді. Демек, онда бұл функцияның анықталу облысы неге тең екен? Соны жазайық мұнда. Анықталу облысы. Яғни мына hx деген функциямыздың анықталу облысы тек қана 2 ақсан екен. Пи және 3 деген сандар. Соны жазайық. Міне анықталу облысы 3 және пиға ғана тең екен. Ал одан басқа кез келген санды берсек, онда бұл hx деген функциямыз анықталмаған екен.